Гонконгтағы ең қатыгез түрмеге ауырсынуды мүлде сезбейтін жігіт тап болды. Оған ол жақта не істегенін «История о Рикки» фильмінің шолуынан біле аламыз. Жабық әрі жақсы күзетілген түрменің аумағына полиция автобусы келеді. Ол негізгі кіреберістің жанына тұрақтайды. Тұтқындар шығарылып, олардан кісендерді шешеді. Тұтқындар ішке кіріп, қатарға тұрады. Олардың арасында Рикки есімді сымбатты жас жігіт бар. Ол аса ауыр қылмысы үшін 10 жылға бас бостандығынан айырылған. Оны тінтейді, және біз бұл жігіттің өте күшті, шыныққан денесі бар екенін көреміз. Ол нағыз жауынгер сияқты. Датчик іске қосылады, және қарауылдар Риккиде қару бар деп шешеді. Бірақ олай емес. Оның көкірегінде жай ғана бірнеше оқ қалып кеткен. Біз бұның Гонконгтағы ең көп күзетілген түрме екенін білеміз. Бұл жерден әлі ешкім ешқашан қашып көрмеген. Таңертең тұтқындар тістерін тазалайды, және біз бұл жерде жергілікті элитаның бар екенін көреміз. Оларды төрттік банда деп атайды. Сонымен қатар кішкене бетбақтау қылмыскерлер басқаларды қорлайды. Мысалы, айтарлықтай лауазымды зек сотталушы Ма есімді қарттың баласына арнап жасаған паровозын сындырады. Ал сосын ол бұл бейшараның мұрнына да солай жасайды. Күзетші жүгіріп келеді. Ал арсыз тұтқындар қарт Маның өзі құлап қалғанын хабарлайды. Бірақ есеп өзін күттірмейді. Арсыз сотталушыға біреу аяқ тірегін қойып, ол сынған ойыншықтың өткір бөлігіне құлап түседі. Мұны Рикки жасады. Олардың жігітті жазалағылары келеді. Бірақ оның ессіз көздерін көргенде бәрі бірден қашып кетеді. Күндіз тұтқындар баскетбол ойнайды. Арсыз сотталушыға таңғы ас әкеліп береді. Таңғыштың кесірінен оның тамақтанып су ішуі өте қиындап кетті. Ер адам Риккимен есеп айырысу үшін өзінің ессіз Айдахар есімді нөкерін жіберуді шешеді. Тұтқын жергілікті күзетшіден ертең оны изолятордан босатулары керектерін біледі. Біз жынды Айдахардың өте семіз, тақырбас, ессіз жүзді адам екенін көреміз. Қарт Маның мерзімінен бұрын босатылуынан бас тартты. Ер адам қатты жабырқаулы, өйткені ол үйіне, отбасына оралуды армандап еді. Кешке күзетшілердің бірі кезекті мәрте айналма жолға шығып, қарт Маны байқайды. Байғұс өзінің зардап шегулерін тоқтату үшін арқанды пайдаланған. Мұндай көріністен қорыққан күзетші баспалдақтан құлап түседі. Тұтқындар бұл қорқынышты оқиғаны талқылап жатыр, және тек Рикки ғана өзінің жалғыз камерасындағы кішкентай терезеден найзағайға қарап тұр. Кенеттен ол қарт Маның денесін әкетіп бар жатқан тура қарауылдардың алдынан пайда болады. Ол ер адамның кісенін шешіп, оның қолына ағаш паровозды ұстатады. Сосын Рикки айғайлап өзінің қияли жауларын ұрады. Заттарын жуып, жуынып, әжетханаға барулары үшін бір топ тұтқынды жуынатын бөлмеге кіргізеді. Рикки душ қабылдап жатқанда оған әлгі арсыз сотталушы жақындайды. Дәл осы сәтте оның артынан ессіз Айдахар пайда болады. Бір соққы, және Рикки қабырғаға жабысады. Жігіт аяғына тұрып, семіз адамның асқазанына өзінің жойқын соққысын дарытады. Ессіз Айдахар құлайды, және сонда біздің кейіпкерімізге арсыз зек атылады. Бірақ оны да Рикки жылдам әрі күш салмастан жайратады. Жуынатын бөлмеден денесінде көптеген татуировкасы бар тұтқын пайда болады. Бұл ер адам Оскар, төрттік банданың бір мүшесі, және ол жігітті бұл істері үшін жазаламақшы. Рикки уақытша ұстау изоляторына жабылады. Ол жерде ер адамның көкірегі қатты ауырады. Алайда еш нәрсеге қарамастан, ол тіпті медитация жасауға тырысады. Жігіт өткенін еске алады. Бірде қабірде ол ер адамды кездестірген. Оны елес ата деп атайтын. Рикки оған өзінің жекпе-жек өнерлерін көрсетті. Алайда оның атасы айтарлықтай мықтырақ болып шықты. Бір соққы, және жігіт жерге құлады. Рикки елес атадан бар білетінін үйретуді өтінді. Ер адам бірден алғашқы жаттығуды бастап кетті, және жекпе-жек өнерінің мәні төбелесуде ғана емес, өзіңнің денеңді қалқанның бір түріне айналдыруда екенін түсіндірді. Елес ата оған ұшып бар жатқан тастардан қашып, оларды сындыруға мәжбүр етті. Ер адам жиенін кез келген ауырсынуға төтеп беруге үйретті. Тіпті ең күштісіне. Бірақ біздің уақытқа оралайық. Риккиді түрме директорының көмекшісіне жібереді. Бұл кісінің бір қолы темірден, және екі ілгегі бар. Ол оны шанышқы ретінде пайдаланады. Директордың көмекшісіне Риккидің ісін оқиды. Ер адам жігітке бүгін таңертең алған хатын көрсетеді. Рикки хаттағы суретке қарай бергенде, директордың көмекшісі оған бірнеше соққысын жаудырады. Біздің кейіпкеріміз азапқа бұлтартпай төтеп береді, және бірде бір сөз айтпайды. Ол хаттағы қыздың
қыздың суретіне қарайды. Мәселе мынада, бұл оның бұрынғы ғашығы Янг. Рикки үстелді сындырады, қарауылдарды жайратады да директордың көмекшісіне жақындайды. Ол қолын бұлғайды, бірақ жұдырығын тура қарсыласының алдында тоқтатады. Рикки қыздың суретін алады да шығып кетеді. Камерасында ол суретке ұзақ уақыт қарап, оны төсегіне тығып қояды. Рикки тағы да өткенін еске алады. Олар Янгпен бірге өте бақытты болған еді. Бірде олар әуеге кішкентай тікұшақты жіберген және сонда жігіт алғаш рет оған сезімін мойындаған. Жаңа күн келіп жетеді. Бір топ басбұзар тұтқындардың бірін келеке етуді шешеді. Олардың бірі тіпті арасын шығарады. Ер адам аяушылық танытуын өтінеді және басқа қылмыскерлер оған не істеуді таластырады. Соңында ол аман қалады. Директордың көмекшісі төрттік банданың мүшесі Оскардан Риккиді жазалауын өтінеді және тіпті оған қару ұстатады. Оскар мен Рикки стадионда кездеседі және бірден төбелесті бастайды. Біз олардың екеуі де өте тәжірибелі әрі мықты жауынгерлер екенін көреміз. Бірақ мәселе туындайды. Оскарда пышақ бар, бірнеше соққы және көзден жас ағызатын газ. Рикки еш нәрсе көрмейді. Мұндай жағдайда төбелесу мүмкін емес, бірақ жігітті қулық пен кәріс жүйесі құтқарып қалады. Риккидің көзі орнына келіп, төбелес жалғасады, бірақ ұзақ емес. Оскар жеңілді. Директордың көмекшісі ызада. Ол қосымша көмекті шақырады. Басқа түрме бөлімшесінен ең мықты 3 жауынгер пайда болады. Бірақ бұл жолы Рикки төбелестен құтылады. Ол баспалдақтан Оскардың өкіл баласы Аланды табады. Жігіт өкіре жылайды және Рикки оның тілі жоқ екенін байқайды. Жігіт байғұсты әртүрлі музыкалық аспаптарда ойнауға үйретеді. Ер адам ұзақ уақыттан бері алғаш рет күлімдейді. Ол Риккиге әлде бір жапырақтарды созады. Төрттік банданың 3 мүшесі бірге жиналады. Олар Аланға пышақты ұстатып, туысынан кек алу үшін Риккиден құтылуды талап етеді. Алан бас тартады және бұнысы үшін өмірін төлейді. Тұтқындар Аланның қалдықтарын тауып, бұл сұмдық жайтты талқылайды. Рикки пайда болып, бұл қылмысты жасағандарды жазалау оның міндеті екенін түсінеді. Капитанның көмекшісі тағы да ызасына мінеді. Шамасы бұл жапырақтармен әлде бір құпия байланысты сияқты. Батыс қанатында өрт басталады. Жапырақтар толы камера жанып жатыр. Сөйтсе, бұл тура камерада өсірілген апиын болыпты және Рикки оны жойған. Үштіктің ең мықты жауынгерлерінің бірі Риккиге шабуылдайды және оған өте күшті соққы береді. Төбелесті тамашалау үшін бүкіл тұтқындар жүгіреді. Рикки атасының сабақтарын есіне түсіріп, аяғына тұрады. Тағы да бір қарсылас пайда болады. Ал сосын тағы да біреуі. Рикки көптеген жарақаттар алады және осы сәтте жауынгерлік дабыл естіледі. Бұл камераларыңа оралыңдар деген бұйрық, ал заңды бұзсаң өлесің. Барлығы бұйрыққа бағынады. Риккидің және тағы да бір тұтқынның камерасын сұйық цементпен толтырады. Біздің кейіпкеріміз өзінің жауынан құтылады. Есікті сындырады да оны екінші қабатқа тасиды. Сұйық цемент кеуіп, Рикки сөзбе-сөз айтқанда тірі мүсінге айналады. Келесі күні түрменің директоры оралады. Оның келуін барлығы тағатсыздана әрі қорқынышпен күтіп тұр және тіпті толқудан ұйықтап қалады. Директор іскерлік костюмдегі, көзілдіріктегі және шляпадағы қарапайым ер адам болып шықты. Онымен бірге оның ұлы келеді. Күлкілі костюм киген семіз бала үнемі біреуге зиянын тигізіп жылай береді. Біз түрме директорының тұтқындарды арзан жұмыс күші ретінде пайдаланатын ірі корпорацияның иесі екенін білеміз. Ер адам барша апиынның жойылғанын біліп, жүрек талмасын ала жаздайды. Директор цементтелген Риккиге келеді. Дегенмен біздің кейіпкеріміз бұлшықеттің көмегімен өзінен кептірілген цементті жоқ етеді. Ол директорды ұстап алады, бірақ оған бірден Тарзан лақабатты үштіктің мықты жауынгерлерінің бірі шабуылдайды. Бастапқыда Рикки өзінің қарсыласынан ұтылады, бірақ біздің кейіпкеріміз тізгінді лезде өз қолына алып, жауын жайратып салады. Осыдан кейін Риккиге оның түрме камерасының төбесі түседі. Жігіт оны жалаң қолдарымен тоқтатуға тырысады және оның қолынан бұл келеді. Сонда директор электрошокерді қолданады және Рикки жерге құлайды. Бірақ ол тартылған етке айналмайды, өйткені оны Тарзан құтқарып қалады. Сөйтсе, ер адам әлі де тірі екен. Осы сәтті пайдаланып, Рикки камераны бұзып шығады. Дегенмен директордың кезекті тұзағына тап болады. Келесі күні тұтқындар үлкен шұңқырда отырған байлаулы Риккидің айналасына жиналады. Директор түрмедегі барша ауыртпалықтарға біздің кейіпкеріміз кінәлі деп шешеді және әр тұтқын
тұтқыннан оған бір күрек құмды тастауын талап етеді. Бағынбағандар атылады. Зехтер мұны жасайды және көп ұзамай біздің кейіпкеріміз мойнына дейін көміледі. Ал сосын жоғары және жоғары. Тұтқындар Риккидің тағдырына алаңдайды. Ол аман қалады ма екен, әлде жоқ па? Түнде төрттіктің жауынгерлері біздің кейіпкерімізге ауа өткізіп тұрған кішкентай құбырды бекітіп кетеді. Ол тағы да өзінің сүйіктісін еске алады. Бірде Янг қылмыстың куәгері атанған және жергілікті банданың қолына тап болған. Қыз қашып кетуге тырысты, дегенмен шатырдан құлап кетті. Рикки шарасыздықта болды және сүйіктісі үшін кек алуға уәде берді. Ол Янгты ұрлап кеткен қылмыстық топты тауып алып, оның жетекшісінің көзін жойды. Біздің уақытқа оралайық. Бульдозер келіп, байланған Риккиді қазып алады. Бастапқыда жігіт өмір белгілерін көрсетпейді, дегенмен бұл олай емес. Ол тірі. Рикки босатылды, бірақ оған бірден төрттік банданың қалған екі жауынгері шабуылдайды. Жігіттер оны тура директордың кабинетінде өлтіруді шешеді. Оны азаптайды да қинайды. Дегенмен Рикки тағы да барлық сынақтарды ерлікпен көтереді. Түнде оның камерасына тұтқындардың бірі келеді. Ол оған кішігірім тамақ әкелген. Жігіт ит құсап жейді, өйткені ол әлі де шынжырды. Жаңа күн келеді. Біздің кейіпкерімізге тамақ әкелген тұтқын жазаланады. Ашулы Рикки камерадан босатылады. Мұны көрген басқа зектер директордың көмекшісіне өзіндік сот ұйымдастырады. Дубинка және үлкен қалқандармен бірге қарауылдар жүгіріп келеді. Дегенмен зектер оларға тойтарыс береді. Сонымен қатар оларға Рикки көмектеседі. Бұл уақытта директор түрме мәзірін зерттеп, тұтқындардың азықтарын қысқартады. Ашулы Рикки пайда болып, директор бірден қаруын алады. Сонымен қатар төрттік банданың аман қалған екі жауынгері пайда болады және біз тағы да жойқын төбелес пен жекпе-жек өнерінің керемет әдістерінің куәгері боламыз. Біздің кейіпкеріміз бәрін жеңеді. Тек директор ғана қалады, бірақ ол бір көзбен қарағандай қарапайым емес екен және үлкен құбыжыққа айналады. Бұл шынымен де мықты қарсылас, бірақ Рикки де осал емес. Ол директорды көтереді де оны үлкен ет тартқышқа лақтырады. Осы уақытта түрмеде бүлік орын алады және Рикки үлкен бетон қабырғаны ұрып қиратады. Бостандыққа апарар жол ашық. Арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сонда сіз жаңа видеоларды бірінші болып тамашалай аласыз. Келесіде кездескенше.